Сәлем достар, сіздермен бірге ерте. Бүгін мен сіздерге ай мен тігінші ертегісін айтып беретін боламын. Олай болса, ертегімді соңына шейін тыңдаңыздар. Ертеде бір ай өзіне бір көйлек тіктіріп алмақ болыпты. Тігінші айдың бойын тұрқын өлшеп алады да көйлекті пішіп тігуге кіріседі. Уәделескен шағында ай көйлегін алуға келсе, көйлегі әрі тар, әрі қысқа болып шығыпты. Ай, мен қателесіп қалғанмын-ау депті тігінші. Сөйтіп көйлекті қайта пішіп, қайта тіге бастапты. Уәделескен мерзім жақындаған кезде ай көйлегін алуға тігіншіге тағы келеді. Бұл жолы да айға шақ келмей, көйлегі кішкентай болып қалыпты. Ай, мен тағы да дұрыс өлшемеген екенмін ғой, дейді. Тігінші басын шайқап, айдың толса беретініне түсінбеген тігінші сонымен көйлекті қайта өлшеп, қайтадан пішіп, қайтадан тігуге кіріседі. Ай тағы да көйлегін алуға келе жатады. Тігінші киіз үйдің түтігінен асқанда келе жатқан топ-толық өзі тіккен көйлектен 2 есе үлкен айды көреді. Не істерін білмей сасқалақтап, тігінші басы алған жаққа қарай қаша жөнеледі. Ай тігіншіні ары іздеп, бері іздеп, еш таба алмай қалады. Сол себепті ай көйлексіз жалаңаш қалған екен. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар.